Сәлем балақай. Қазақша Бөбек ТВ каналына қош келдің. Бүгін біз ас үй жабдықтарын қарастырамыз. Біздің ас үйімізде не бар? Әрине, жиһаз және де ас үй бөлмесіне қажетті жабдықтар мен техника бар. Ал ендеше танысайық. Ал, кеттік. Көзімізге бірінші түскен не? Әрине, табалар. Бұл ас үй бөлмесінде қажетті нәрсе таба. Тағамдарды қуыруға арналған ыдыс. Екінші таба. Бұл бірінші ас тағамдарын дайындауға арналған кастрюль деп аталады. Екеуі де көгілдір түсті, қапақтары сары түс. Ал мұнда не бар? Тарелкалар. Сары, қызғылт, 4 жайпақ тарелка. Және де бір шұңғыл тарелка. Шұңғыл тарелка бізге не үшін керек? Әрине, бірінші ас тағамдарын салу үшін. Ал бұл ақ тарелка не үшін керек? Әрине, көкөністерден, жемістерден сатын тағамдарға арналған. Өзінің қоятын жері бар. Ал бұл не? Бұл ас бу сорғышы ғой. Бұл не үшін керек деп ойлайсыңдар, жолдастар? Бұл тағам пісірген кезде шығатын будың барлығын өзіне сіңіріп алатын өте пайдалы және қажетті нәрсе, яғни техника. Ал енді әрі қарай қарастырайық. Бұнда ас үй бөлмесінде қажетті заттар, яғни ожау, шанышқы, қалақ, пышақ бар. Ал бөлек-бөлек қарастырайық. Бұл ожау, бұл шанышқы, бұл қалақ, ал бұл пышақ. Ой, көздеріңізге не түсті? Әрине, сағат. Сағат ас бөлмесінде не үшін керек? Тамақты мезгіл-мезгілімен ішіп уақытылы ішу үшін қажет. Және де аналарымыз тамақ пісірген кезде әрине уақытқа қарайды. Себебі әр тамақтың өзінің пісу уақыты бар. Сенің үй бөлмеңде сағат барына күмәнім жоқ. Әрине, мына жерде не бар? Бұл қандай ыдыс деп ойлайсың? Түсі қызғылт екен. Әрине, бұл шынаяқпен. Шынаяқпен не істеуші едік? Шынаяқпен шай, кофе, түрлі сусындар ішуге болады. Ал шынаяқтың қай жерде тұрды? Бұл қалақ, бұл тақтай. Тақтай бізге не үшін керек? Тақтай әрине тағамдарды дайындаған кезде түрлі азық-түлікті кесуге, немесе турауға, дайындауға өте қажетті нәрсе. Ой, бұнда не бар екен? Бұл не зат деп білесіздер? Әрине, бұл ыдыс-аяқ жууға арналған шұңғылы. Бұл жерде құраманы бұрасақ, су ағады. Және де лас ыдыстарды немесе көкөніс, түрлі азық-түлікті жуып алуға болады. Ой, ал бұл жерде не бар? Бұл ас үй қоймасы. Кәне, қарайық ішінде не бар екен? Қырыққабат бар. Апельсин. Апельсин әзірге керек емес. Сәбіз керек болып қалар. Және де қызанақ бар екен. Яғни бізге бүгін бірінші ас тағамына көкөніс, жеміс сорпасын дайындауға болады екен ғой. Ал тағы да бір нәрсе бар сияқты ғой. Жұмыртқа бар. Жұмыртқа қуырайық ендеше. Кәне, жұмыртқаны жарамыз, астын қосамыз. Естіп жатырсыздар ма? Қуырыла бастады. Ал енді сорпа жасау үшін көкөністерді саламыз. Көкөністерді салып, қақпағын жаба тұрайық. Кішкене қайнасын. Жұмыртқамыз піскен шығар. Жұмыртқамыз дайын болыпты. Енді сорпамыз дайын, сорпамыз да дайын болып қалыпты. Мінекей. Астын сөндірейік. Ендеше тамақ салайық. Түскі астың уақыты болып қалыпты ғой. Бірінші ас тағамын салып алайық. Ол үшін шұңғыл тарелканы алып, ожаумен ақырын, асықпай саламыз. Сорпа. Кім сорпа жақсы көреді? Әрине, барлығы сорпаны жақсы көреді. Қақпағын жабайық. Бұл жерде
жұмыртқа дайын болды. Жұмыртқаға қорылған осындай жалпақ тарелкамен қалақты алсаңыз болады. Міне, дайын болды. Тамақ дайындап болған соң табамызды сөндіруге ұмытпаймыз, себебі ол өте қауіпті. Ал жолдастар, ас болсын, келесі жолы осы топтамадағы видеоларды қарағыңыз келсе, Бөбек ТВ каналына жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Балақай!